Жалпы мен 5 жыл мектепте істегенде, әріптестерім әлі күнге дейін айтып отырады, мен кей кезде басшылыққа бағынбайтынмын. Балаларымды жинап алып, әрине ол балаларды бір жерге апару үшін бізге рұқсат керек, ол деген кәдімгідей карта сызылу керек, ол каждыйынан расписка алу керек деген сияқты. Бірақ мен өз классыммен жиналып, тауға шығып келетіміз, басқа нәрсемен айналысатымыз, паркке баратымыз, сабағымызды паркте өтетін деген сияқты нәрселер болды да, мысалы. Сосын көбінесе сол басшылықтан ұрыс естіп қалатын. Салтанат, сен осы өзіңе басшысың, өзіңе қожасың, неге бізден сұранбайсың, ертең осындай бір нәрсе болса қайтесің деген сияқты. Бірақ мен білмеймін неге, Құдайға шүкір, барлығы жақсы болды, балаларға ұнады. Әлі күнге дейін осы сыныбым, мұғалімдер күні болсын, туған күнім болсын, жаңа жыл болсын, әлі күнге дейін құттықтап, жазып, сағынатындарын айтып отырады. Мен де сол бір алғашқы түлектерімді өте қатты жақсы көрем. Кішкентай есімде, кішкентай болып әрқайсы гүл ұстап әкеліп, беріп, ең алғашқы партаға отырып, қолдарын ұстап, жазғызып әрбір әріпті. Кейіннен 4-ші сыныпқа барған кезде, есімде әлі күнге дейін ұстазым деген әнді қоштасу кешіне дайындаған болатынбыз. Ең соңғы айтылатын. Ал енді балалар шықты, осы ұстазымды айтып жатқан кезде, Ұлбосын деген оқушым микрофонды ұстап отырып, ана өлеңді айтып жатып, қатты жылай бастайды. Одан кейін қыздардың бәрі жылай. Мен оларға қарап, мен жылай бастаймын. Әлі күнге дейін сол видео сақтаулы, бір сағынған кезде қайта-қайта көріп қоям. Сөйтіп, сол күні қоштасып жатқан кезде жүрегіме қатты алып қалдым ба, сол балаларға өте қатты байланып жақсы көрдім. Содан давлением түсіп, есімде ең соңғы қоштасу суретіне де түсе алмадық қой сол балаларменші. Сонымен сөйтіп аяқтадым. Ал енді аяқтап жазда, енді мен 4-ші сыныптан кейін қайтадан 1-ші сынып алуым керек қой. Сосын ойладым, мен қазір 1-ші сынып алсам, мен оны қайтадан 4-ші сыныпқа дейін жеткізуім керек. Бірақ өзім мына мектептің рамкасынан шыққым келді. Басқа нәрсемен айналыс. Яғни мен өзімнің потенциалымның сол мектептің айналысында қалғанын қаламадым. Себебі о жақ маған өте тар болды, мен шыққым келді. Сонымен не істедім? Ойлана келе, үй ішіме айтпай, тек өзімнің жақын құрбым Арайлыммен бірге осылай оқу орталығын ашайық, не болса да. Сөйтіп, солай жүрген кезде екінші әріптесім Альфия болатынымен танысып, үшеуміз бірге оқу орталығын ашып, Еркемай деп атап, және Есік қаласындағы ең алғашқы осы қазақ оқу орталықтарының бірі болып тіркелеміз. Неге ең алғашқылардың бірі? Себебі одан бұрын да ашылып жатты, бірақ мына бір-біріне конкуренцияға шыдамай, немесе мұғалімдердің тұрақсыздығынан байланысты, немесе мұғалімде жоқ, мұғалімдік қызметте жоқ адамдар ашқаннан кейін, оның сыр-қырын түсінбегеннен кейін жабылып жатты. Сөйтіп, Еркемайды аштық. Еркемай жалпы менің осы кәсіпкерлікке деген алғашқы қадамым деп өзім есептеймін. Есімде әлі күнге дейін ең алғаш бір ғана кабинет, бар жоғы бір 20 квадрат метр, бар жоғы бір 20-30 ғана бала, сонымен оқытып отырдық. Содан кейін енді бұл бизнесті біз масштабировать етуіміз керек. Бұлай қалай масштабировать етеміз? Кәсіпкерліктен бірде-бір ешқандай біліміміз болмады. Содан хабарымыз болмады. Содан YouTube'дан бизнес бастау туралы естідім. Бизнес бастаудың аламан курсына еш ойланбастан 8-ші желтоқсан күні жазылдым. 2 ай офлайн болатын курс. Мен өзім Есік қаласында тұрам, ол Алматыдан 1 сағаттық жол. Алматының ішінде тағы да мысалы саяхаттан ары қарай 1 сағат. Сондай 2 сағат тура міне желтоқсан, ақпан, қаңтар айлық қақаған аязда, білмеймін қалай 2 ай сон бір ана кәсіпкерлікке деген ұмтылыс, жалпы жаңа білімге деген құмарлық ешқашан тоқтатпай барып, оқып, түнімен дайындалып, тапсырмасын орындап, және де соның жемісін мен осы аламанды аяқтағаннан кейін бизнесімнің
масштабировать етілгені және табысымның сол айы 5 есе өскенімнен айтқым келеді. Міне, енді шабыт басталды десе болады осы жерде. Содан кейін жаз айы келеді. Жаз айында ата-аналар көбінесе балаларын келесі жылға дайындай бастайды. Міне, тура осы кезде біз үшеуміз ақылдасып, барлық жиған теріңізбен Арай Ақылбековна, Альфия Болатовна және мен үшеуміз әріптес болып, барлық білімімізді, барлық күшімізді, табысымыздың барлығын ортаға жиып, бір емес 3 филиал ашамыз. Әлі күнге дейін ол Еркемай оқу орталығы істеп тұр, балалар әлі күнге дейін оқып жатыр. Ең басында өзіміз мұғалім болдық, өзіміз сол жерде бухгалтер болдық, өзіміз мысалы кітап әкелуші болдық, барлығын өзіміз жасадық. Ал кейін енді филиалдар ашылғаннан кейін біз басқа мұғалімдерге осылай жұмыспен қамти бастадық. Сонымен бұл Еркемай оқу орталығы шынымен менің және де әріптестерімнің шығармашылық жағынан жұмыс істеуіне өте үлкен мүмкіндік болды, жол ашты десек болады. Себебі біз бір ғана Еркемай оқу орталығынан бірнеше проектпен жұмыс істедік. Бірінші ең үлкен проектіміз ол Еркемаймен саяхат деп, ол яғни школьный туризм, оқушылар туризмін дамыттық. Біздің Есік қаласынан 500-ден 700-ге, ең соңғы санаған кезде 700-ге жуық баланы өстіп Алматы қаласына, басқа да жерлерге барып қыдыртып, оларды мәдени жағынан дамыттық. Әлі күнге дейін суреттері бар, әлі күнге дейін естеліктер бар. Енді үлкен проектіміз осы болды. Онымен қоса біз олимпиадалар ұйымдастыра бастадық. Әсіресе мына ағылшын тілінен олимпиада болды. Өзіміздің қалалық Есік қаласындағы өзіміздің Еркемайдың оқушыларының арасында. Олимпиада сұранысқа өте ие болды, және де балалар өз білімдерін көрсетті. Балалардың білімдерін көре отырып, біз де қуандық. Яғни осы күнге дейін берілген білім сапалы түрде берілген екен деп. Өзіміздің мұғалімдерімізге барлығына алғыс хат бердік, оларға рахметімізді айттық. Енді жұмыстарының елеп сол кезде мына жарқ етіп көрінген кез сол болды. Онымен басқа біз Есік қаласындағы Bookland, яғни өзіміздегі бар кітаптарды жалға берумен айналыстық. Ол енді бір қатты бетіп айналысқан жоқпыз, бірақ бір бөлмемізді сондай кітаптарымызды бүкіл өз қанша мұғаліміміз бар, менің өзімде бір 60 шақты кітап болды, соның барлығын алып келдік та, реклама беріп, бір аптаға 500 теңгеге деп кітаптарды жалға бердік. Сенесіз ба? Адамдар, біз ойлаймыз, адамдар кітап оқымайды деп. Жоқ, адамдар кітап оқиды екен. Мен сол проектті қолға алғаннан кейін, енді ойлаңыздар, 500 теңгеден бірінші айда біз 12.000 теңге табыс таптық та, мысалы, тұрған кітап, мысалы, екінші айда 15.000, үшінші айда өстіп еселене берді, жай ғана тұрған кітап. Әрине ол ақшасында емес, мақсат ақша табу болған жоқ, ол осы өзіміздің Есік қаласындағы адамдардың кітапқа деген қызығушылық, кітапқа деген құмарлығын ашу, оқыту, білімін алғызу деген мақсат болды. Сонымен қатар біз параллель басқады кәсіптермен айналысып жүрдік. Әрине, барлық кәсібіміз өрге жүзіп кеткен жоқ. Көп кәсіптен құладық, көптеген ақша жоғалттық, бірақ ешқандай өкініш жоқ, себеп оның барлығы тәжірибе. Осылай 2 жылдың ішінде біз Есік қаласының өзіне жалпы облыстан 2000-ға жуық оқушыны офлайн форматта оқыдық. Яғни біздің оқу орталыққа келіп, офлайн форматта оқыды. Кейіннен осы 2020 жылдың наурыз айынан, 2020 жылдың ақпан айынан бастап, мен осы Еркемай оқу орталығында беретінімді бердім. Ойымдағы жүрген нәрселердің бәрін істедім, потенциалымды бердім. Енді бір басқа нәрсе іздей бастадым. Басқа нәрсе қажет болып жүрді. Содан 1-2 айдан кейін карантин жарияланды. Сол кезде осы әріптестен, 3 әріптесіміз
бірге отырып осыны талқылап, сол кезде мен айтқан, мен Еркемай оқу орталығындағы өзімнің долямды біреулерге сатайын, себебі мен басқа нәрсемен айналысқым келеді, бірақ әлі білмеймін. Шынымен мен ол кезде білген жоқпын, менің алдымда бір дайын тұрған жұмыс, дайын тұрған кәсіп болмады. Бірақ мен сол Еркемайдың шегіне жеткенін сездім де басқа нәрсеге ұмтылдым. Сөйтіп келісіп, ақылдасып, Арай Ақылбектің екеуміз акцияларымыздың барлығын Альфияның атына жазып, келісім бойынша барлығын есептеп, сөйтіп жылы қоштастық. Әлі күнге дейін мен ол кісілермен араласамын. Біздің қарым-қатынасымыз әлі күнге дейін енді алшақтасақ та, біздің ара қатынасымыз одан ары жақындап кетті. Сөйтіп, осылай 2 жыл бойы Еркемайымды жүргіздім. Ал енді осы карантин жариялаған кезде мен Еркемайымды Альфия Болатынан қолына тапсырып, алдымда не күтіп тұрғанын білмеймін, ештеңке дайын емес, бірақ бір жақсылықтың бар екенін сезіп, үйде 10 күндей карантинда жаттым.